Барлықтарыңа сәлем. Бүгінгі сабақта дауыстар қатарын оқып үйренеміз. SW, св болып оқылады. Мысалы, swim, жүзу. SH, ш болып оқылады. Shop, CH, cheese, сыр. NK, нк болып оқылады. Бірінші дыбысы ң. Мысалы, pink түсі. Pink. NG, ң болып оқылады. Мысалы, ring, жүзік. Ring. TH, екі варианты бар. С немесе Z. Осы дыбысты айту үшін тілдің ұшын тістердің арасына қоямыз. С. Мысалы, tooth, тіс. TH сонымен бірге Z де болып оқылады. Z деген дыбысын береді. Z. Мысалы, ауа райы ағылшын тілінде weather, weather. WH, болып оқылады. Whale, кит. Осымен болды. Келесі сабақта дауыстылар қатарын қарастырамыз.